Тілек. Ливерпуль Элчіні осы маусымда жеңгенін қалаймын. Стоп! Зәк? Тоқтай тұр, бәрін шақырайын. 10 seconds later. У меня бомбит бар ғой. Қалай тақырбас физрук матчтар жеңеді? Элчі неге Реал үшін соншалықты изи? Жартылай финалда олар Челси немесе Порту секілді екі мешок күтіп тұр. Финалға өткеннің өзінде Нойер секілді вратарлар ертең тұша бастайды по-любому. Қалай Реал матчтар жеңеді? Салах, Мане, Жота дегендер, Начо, Милитау олардан өте алмай жүр. Начо, Карл, Начо, Донни, Винисиус дәл қажет кезінде екі гол ұрып тастайды. Бұл қалай өзі? Қалай? Деп жанкүйерлер, әсіресе Барса фандар таңғалыс үстінде. Айтпақшы, кешегі ойында Барса фандар кімге жанкүйер болды екен? Ливерпуль әлде Реал? Реал 2018-дегідей Ливерпульді 3-1-мен жеңді. Бірақ ол кезде финал болатын. Және ол кезде алаңда Рамос болған еді. Салах жақсы білет оны. Ибра, Хидира, Эль Шарави. Бұл жолы Рамос қатыспады. Себебін білесіздер. Сондай-ақ тағы бір негізгі қорғаушы Варанда атсалыспады. Ол коронавирус жұқтырыпты. Яғни екі бірдей негізгі қорғаушы жоқ. Ливерпульде де дәл солай. Ван Дайк пен Гомес лазаретте. Демек, осы матчта 4 бірдей негізгі қорғаушыларды көрген жоқпыз. Салах қайда? Элчіда өзара өткізген соңғы 4 матчта Реал Ливерді жеңген. 2014 жылы 2 ойынды да топта өткізді. 18-де финалда. Енді міне, ширек финалда. Ливерпуль үшін ең ыңғайсыз команда Реал болып тұр. Мадридтіктер Элчі плей-оффы тарихындағы алғашқы ойынды жеңіспен аяқтаған 16 жағдайдың 15-інде келесі кезеңге өткен екен. Бұл жолы қалай болады? Оны Энфилдте көреміз. Бұйырса. Кеше келдім. Ертең қайтам. Клуб айтпақшы, 2019 жылғы Ливерпульдің керемет камбэгінің негізгі себепкер Энфилдтегі жанкүйерлер. Енді олар стадионда болмайды. Бірақ Энфилд Роуд қандай жағдай болмасын, сені ешқашан жалғыз қалдырмайды. You'll never walk alone. Ең сені түсірме, Ливер. Дегенмен де, осы 2021 жылдағы Энфилдтегі гол соғу көрсеткіші нашар олардың. 7 ойында бар болғаны жалғыз гол. Ал Реалдан өту үшін оларға кем дегенде 2 гол соғуға қажет. Ал бұл оңай болмайды. Есеп ашқан Винисиус Джуниор Элчі плей-оффы тарихында Реал үшін гол соққан екінші ең жас ойыншы атанды. 20 жыл, 268 күн. Одан мұны ертелік жасаған тек Рауль ғана. Ал компит-пастың авторы Тони Кросс. Есепті еселеген Марко Асенсио. Ол 4-ші матч қатарынан гол соғып келеді. Сұмдық голда құрттыдан мұрттыға айналған Алисон Бекерге соқты. Мұртты болғанмен құрттысы әлі де кетпеген сияқты. Салах Ливерге кішігірім үміт сыйлады. Лука Элчіда осымен 3-ші матч қатарынан ассист жасауда. Матчтың да үздік ойыншысы Винисиус атан. Реал үшін өзінің алғашқы дублін жасады. Айтпақшы, Элчідағы оның голдарының 50% Ливерпульге соғылыпты. Алло, Мбаппе? Пошел нахуй! Осылайша, Элчіда Реал тізгініндегі 50-ші матчын өткізген Зинедин Зидан жеңіске жетті. Жалпы командасы соңғы 12 матчта жеңілмей келеді. 10 жеңіс пен 2 тең ойын. Алдыда Барса күтіп тұр. Олардың Ла Лигадағы қарқыны одан да мықтырақ. Сондықтан алдыда бізді тек тартысты Эл Классико күтіп тұр. Ол сөзсіз. Magic. Екінші матчқа тоқталайық. Ман Сити және Дортмундтық Боруссия. Қалалықтар 2-1 есебімен жеңіске жетті. Пеп Гвардиола Элчі плей-оффындағы 60-шы матчын өткізді. Одан тек мұнда көбірек болған тек Карло Анчелотти ғана. 62 рет. Ал плей-оффтағы жеңістер саны бойынша Пеп рекордсмен. 31 жеңіс еншісінде. Есеп ашқан жалпы матчтың үздік ойыншысы Кевин Де Брюйне. Элчінің осы маусымда 4 ойын, 2 гол, 4 ассист. Өзінің жоғарғы деңгейін мұнда да сақтап жүр. Шыққысы келеді жалпы қыздар тұрмысқа. Марко Ройс таразбасын теңестірді. Өзінің голы арқылы ол Боруссияның Элчі тарихындағы ең үздік бомбардир атанды. Клуб эмблемасы сүюге лайықты жан деген. Міне, осындай болады. Мен бәрін өртедім, болмай. Ойынға нүкте қойған Фил Фоден өзінің ең үздік маусымын бастан өткеруде. Холланд қайда? Оны неге айтпайсың? Деп жатқандар да бар шығар. Оның гол соқпай келе жатқанда осымен 5-ші матч болды. Ал Чемпиондар лигасының осы маусымда ол алғаш рет гол соқпады. Именно бұл матчта гол соқпауының өзіндік себебі бар негізі. Оны білесіңдер ғой? City One Love. Ман Сити Элчінің осы маусымда 8 рет жеңіп 1 рет тең ойнаған. Яғни жеңіліс деген мүлдем жоқ. Гол айырмашылығы 19-да 2. Элчіні биыл кім жеңіп алады деп ойлайсыздар? Жауабын бірінші айтып алып, сұрақты одан кейін қою деген осы, ағайын. Ал подписчиктер қайда? Енді ширек финалдағы тағы 2 ойынды күтеміз. Байерн, PSG және Порту, Челси. Кім жеңімпаз атанады? Кім келесі кезеңге шығады? Оны пікірге қалдар. Сау. Далбайып, сен қанша рет айтам, тамақ үстінде боқтама деп.
Кел бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп Кел бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем